осының бәрін жазып болғанша әбден бүкіл өткен нәрселерім барлығы есіме түсіп жатыр. Қаншама нәрседен өтіппін расымен. 17 жасымнан тіпті бір айналдырса шыр айналдырады деген осы екенді бытыштың шығарып. Өмір қалай болса да сынаған екенді, оказывается. Аурумен де сынады, жағдаймен де сынады, адамдармен де сынады, достармен де, бәрімен сыналыппын да, оказывается. И мен алғыс айтам өзіме. То, что осындай мықты адам болғаныма, осы күнге дейін осылай сақталып, сынбай жүргеніме. В принципе, сынатын болсам 2 апта бұрын негізі өмірімде қиылып кететін еді. Бірақ шүкір Аллаға. Шүкір Аллаға расымен осы күнге жеткізген деп ойлап отырмын. Мен всегда ойлайтын, Алла тағаладан сұрайтынмын, тілейтінмін, айтатынмын. Неге менде осындай ситуация? Неге мені бұлай сынаватсың? Мен осындай нәрселерге лайықтым ба? Мен не істеп қойдым деген сияқты. Қазір ойланып отырып, Алла тағала расымен мені мықты етіп бір нәрсеге дайындап тұрған шығар. Барлығы жақсы жағынан болады, Мадина. Сен ең жақсына лайықтысың. Сол себепті барлық жолдан өтіп, мықты болып шыңдалуың керек деген сияқты барлығына дайындап атқан сияқты. Менің өзімнің ойымша барлығы солай болып келе жатыр. Мені алдымда жарқын күндер күтетінін білем. И соған сенемін. Бір жылап алдым ғой естіп отырып бәрін. Ал ағайындар, көктем келді, қыздардың мейрамы, ертең эфирге шығайын деп жатырмын. Соған қарса Гүлнұрға гүл алуға келдім. Дамели Flowers деген магазинге келіп қалдым. Тимирязева 103 адресінде орналасқан гүл сататын магазинге келіп қалдым. Қазір ішінде қандай гүлдер бар көретін боламыз. Ағайындар, холодильниктің ішіне кіріп кеттім. Холодильник ұрып тұр, мына жерде гүлдердің түрі тұр. Қай гүлді аламыз? Қайсысы? Қазір тюльпандар модда болып жатыр, ше. Мынау ұнап тұр маған, мына корзинадағы. Дәл осы тюльпанды алсақ қалай? Мына тюльпан қаншадан бағасы? Ақ қып істеп бере аласыздар ма? Ақ түспен, ше. Ақ тюльпандар бар ғой, Гүлнұр ақ түсін атапты просто. Ол да істеп бересіздер ма? Мына гүлді алдым, короче. Мына гүлді алатын боламын. Достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Мерекелік көңіл-күй қалай? Жалпы дайындық қалай болып жатыр? Жігіттер қауымы. Телефондарыңыз өшіріп тастап, қыздармен ойдыр құрысып қалып жоқсыздар ма? Қалжың әрине, бүгінгі эфир өте керемет болды. Бір эмоцияға толы, мен өз басым бір кайф алып отырдым расымен де. Және де сондай моменттер үшін мен редакция ұжымына алдымен алғысымды айтқым келеді, және де біздің керемет жігіттерімізге де рахметімді айтқым келеді. Жарайсыңдар жігіттер, бізді қуанта алдыңдар деген сияқты. Енді мен өзім осы жерде кішігірім Алматы қаласының тұрғындарына үндеу жасағым келіп отыр. Ертең бізде сайыс болады, қыздар арасында жарыс болады. Соған мені қолдап келемін деушілер болса, Алматы қаласынан маған директке тез жазып кетіңіздер, мен сіздерге адрестің барлығын түсіндірем. Ертең келіп маған шопан давай деп отыратын адам керек болып тұр. Так что мейрамдарыңызды құттықтаймыз. Эфирде көрген шығарсыздар. Эфирден сразу гүлдерге келдім. Осы жерде болам. Жангелдинде 29-да ғой. Гүлдер мінекей. Свежий ғой. Эфирден көрген шығарсыздар. Әртүрлі түсетте. Күтем сіздерді. Осы жерде болам. Күнге дейін болам. 1-ге дейін, 2-ге дейін болам. Осы жерде болacağım. Сіздерді күтем. Келіңіздер. Гүл алыңыздар. Сауда жасап кетіңіздер. Мейрамдар. Баласаға таканса сақтап тұрдым. Бағанадан бері сақтап тұрдым. Мерекеңізбен. Рахмет жігіттер. Көп рахмет.